Тахажжуд деген негізі сөз хүжуттан сақтану деген мағына. Хүжут дегеніміз ұйқы. Ұйқыдан сақтану, былайша айтқанда, адамның нәпсісіне ең жақсы жағымды нәрсе ол ұйқы, тәтті ұйқы. Осы нәпсінің қалап тұрған тәтті ұйқысын сындырып тұрып дәрет алып намаз оқу нәпсін сындыратын нәрселерді. Түсінікті ма? Нәпсіні тәрбиелеп тастау үшін. Түн ортасында тұрып тахажжуд оқып жүрген адамға ол таң намазын ешқашан қаза қылмайды ол. Нәпсін сындырып тастаған, таң намаз оқысы келді ме ол жалқаулық, жаңағы шамал жата тұр десе жата тұрайыншы деген нәрсе жоқ та ода. Өйткені нәпсін тәрбиелеп тастаған. Тахажжуд сол үшін, яғни 5 уақыт намазымызды қаза қылмай оқуға, жалқаулыққа салынбауға, бұл былай айтқан кезінде бізге не секілді? Жағаны машықтану дейміз ба, тәрбиелеу. Түсінікті ма? Енді ұйықтамасаң не істейсің? Тахажжуд оқыма деген сөз емес қой, оқи бересің. Бірақ тахажжуд деген нәрсе негізгі ұйқыны бұзып тұрып оқу негізгі ең абзалы сол. Ал түнімен ұйықтамай жүрген адам болса, не істейсің? Оқи бересің. Тұрып нәпіл намаз ғой, оқи бересің.